Жаңа ғана Кристофер Ноланның соңғы туындысы Одиссейні көріп шықтым. Өте жоғары сапада түсірілген, себебі соңғы 15 жылда сондай үлкен туындыға, сондай үлкен деңгейде менің ойымша ешкім фильм түсірмеген сияқты. Жалпы Одиссея ол Гомердің екі үлкен шығармасының эпосының бірі. Сол оқиғада 10 жылға Троя соғысына кеткен Итаканың басшысы Одиссея соғысты жеңіп, қайта жолда үлкен қызықты оқиғаға тап болады. Оның басты себебі Посейдонның баласы Полимей, немесе басқаша айтқанда Циклоп өлтіргеннен кейін сол су құдайы оған үлкен сынақтар жібереді. Соған қарамастан үлкен қиындықты өткен Одиссея өзінің сүйікті жары Пенелопаға қайтып оралады. Жалпы кино, фильм составы, актерлік құрамы өте жоғары деңгейде. Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея, тағым бар. Шарлиз Терон. Сондай үлкен актерлар ойнады. Кристофер Нолан бұл шығармаға, осы туындыға үлкен көңіл бөлгені, үлкен еңбек сіңіргені көріп тұр. Сондықтан мен осы фильмге 10-нан 10 беріп сіздерге рекомендую.